Ассаламу алейкум рахматуллахи, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз имам Ағзам Абу Ханифа мазхабы. Имам Ағзам Абу Ханифа мазхабы біздің аталарымыздың қанша ғасырдан бері келе жатқан жолы. Мазхаб дегеннің өзі жол деген мағынаны білдіреді. Қазіргі таңда көптеген бауырларымыз осы мазхабты ұстанбаймыз, осы жолды ұстанбаймыз деген сияқты сынды сөздер айтады. Яғни Құран-ы Кәрімді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін тіке мағынада түсінгісі келеді. Бұл ешқашанда мүмкін емес жағдай. Негізінде мазхаб деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде болмаған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құран аяттарын, өзінің айтқан сөздерін, хадистерді егжей-тегжейлі сахабаларға түсіндіріп отырған. Бірақ одан кейінгі ғасырдағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірден өткеннен кейінгі ғасырда табиғиндердің кезінде мазхаб деген ұғым пайда болған. Неге десеңіздер, осы Құранның аяттарын, пайғамбарымыз хадистерін түсіндіруге мүжтахид, мұтлақ ғалымдардың қажеттілігі талап етілген. Яғни Құранның аятын, болмаса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін терең мағынада кез келген мәселеде үкім шығаратындай деңгейде ғалымдарға мәжбүр болған. Қазіргі таңда сондай ағымдар шыққан, біз мазхаб ұстанбаймыз деп айтады. Бірақ дегенмен де олардың да ұстап жүрген өзінің бір жетегінен ұстап жүрген адамдары бар. Сол ұстап жүрген адамдарының өзінің сөздері бар. Мысалы, Ибн Таймияның да сөзі бар. Ең үлкен жихад ол нәпсімен күрес деп айтады. Нәпсімен күрес деп айтады. Өйткені нәпсі бұл ең үлкен жихадқа жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда үлкен бір соғыстан келе жатқан кезінде сахабаларына айтады: біз кіші жихадтан үлкен жихадқа бет алып бара жатырмыз деп айтады. Сонда сахабалар таңғалып, ол қандай жихад, бұдан да үлкен жихад бар ма дегенде, иә, ол нәпсімен күрес деген екен. Сонда Абай Құнанбаев атамыз айтады ғой: мен өзгермеймін деген адамның алып келіңдер, мен тілін кесемін деп айтады. Осы сөзді бекер айтпаса керек. Осыған орай Құранның аятында Аллах тағала былай деп айтады: Астағфирулла, фала тутил кафирина ва жахидхум бихи жихадан кабира. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағала Құранда баяндап жатыр: ол кәпірлермен, яғни мүшриктермен жихад жаса дейді. Бихи деген сөзді ғалымдар онымен деген, яғни Құранмен жихад жаса деген. Неге десеңіздер, ол жерде қаруды алып қолға соғысу емес. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде ешқандай мүшриктермен соғыспаған. Оған дәлел. Бірақ бұл аят мүшриктерге қатысты Меккеде түскен. Бұл жерде Құранның аятының меңзеп тұрғаны жаңағыдай Құранның өзімен жихад жаса деген. Құранмен жихад жаса деген. Әрбір мәселеде Құран жауап беріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бойындағы Аллахқа деген сондай ынсарлығымен, жалпы адамзатқа деген жанашырлығымен осы Құран арқылы өзінің өмірін осы Құранға арнаған екен. Дегенмен де қазіргі таңда шын айтында кейбір бауырларымыз осы нәрсеге дұрыс түсінбегендіктен айтып жатады: біз бұл нәрсеге бағынғымыз келмейді, біз бұл жолмен жүргіміз келмейді деген сияқты. Бұл адамдар өздерінің нәпсілерін тия алмай жүрген адамдардың қатарында деп айтуға болады. Негізінде керісінше басшылыққа бағынып, мешітке келген кезде сол жердегі имамға бағынып, Абу Ханифа мазхабына бойсынып намаз оқу тиіс болады. Негізінде осы нәпсімен күрес деп осыны айтады. Жихад дегеннің ұғымы өте терең. Дегенмен де бұның барлығын осы жерде айтып жеткізу мүмкін емес. Адам негізі уағыз арқылы да жихад жасауға болады, тілмен, өзін шайтанмен күресу арқылы да жихад жасауға болады. Жалпылама жихадтың түрлері көп. Егер де бір адам білім жолына шығатын болса, ол да жихад болады. Бір адам өзінің бала шағасын тіпті бағу үшін үйінен шығатын болса, ол да жихад болып саналады. Сол үшін жихадты тар түсінікте емес, кең түсінікте адам жалпылама негізде түсіну керек. Керек десеңіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына мұнафиқтармен ешқашанда жалпылама өмірінде соғыспаған дейді. Бірақ Аллах тағала Құран-ы Кәрімде айтады: аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтан атын бастаймын. Осы мұнафиқтарға, бұл дінсіздерге қарсы жихад жаса дейді. Ол жихад деп тұрған сөз Құранды меңзеп тұр, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уағыз насихат оларға жеткізу керектігін меңзеп тұр екен.
Осыны жақсы ұғынған біздің ата бабаларымыз Абу Ханифа мазхабын өте терең түсінген және осы жолмен жүріп тұрған. Абу Ханифа мазхабы біздің ата бабамыздың салт дәстүрмен, әдеп ғұрпымен ұштасып жатқан дүниелер. Құранда мынандай аяттар бар, жақсы әдемі. Астағфирулла, хузил афа уамур бил урфи ва арид анил жахилин деген. Бұл Құранның аяты. Аллах тағала Құранда баянда былай дейді: сіздер ұстаныңыздар кешірімділікті, мейірімділік жолын ұстаныңыздар дейді, және де әдеп ғұрыппен әмір етіңіздер, бұйрық беріңіздер, және де надандарға нағылмаңыздар, ренжімеңіздер деп айтады. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, әдеп ғұрыппен әмір етіңіздер дейді. Осыны біздің ата-бабаларымыз жақсы түсінсе керек. Біздің қазақ даласында салт дәстүрмен, әдеп ғұрыппен тәрбиелеп, баршамызды солай өсірген осы күнге дейін. Өйткені бұның барлығы Құранның аятынан, пайғамбарымыздың хадистерінен туындаса керек. Енді бұл тақырып өте ұзақ тақырып, бірақ дегенмен де қалған басқа уақыттарда айта жатырмыз, Құдай қаласа. Аллах тағала баршамыз ниеттерімізді қабыл етсін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.